Армысыздар қазақ елі. Біз бүгін Қызылорда қаласында орналасқан Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институтына қарасты Қарауылтөбе тәжірибе шаруашылығында тұрмыз. Қазір бізбен бірге осы Қазақ күріш шаруашылығы институты қара шаңырағымыздың басқарма төрағасы Тәуіпбаев Сұлтанбек ағамыз. Аға, қош келдіңіз. Рахмет. Енді аға, қазір сіз өзіңіздің институтыңыз жайлы, кішкене бағыты жайлы айтып кетсеңіз біздің оқырмандарымызға. Біздің институт тарихы үлкен институт екенін бүкіл ел біледі. Осы кезге дейін Қызылорда облысының өсімдіктердің өсіп-өнуінің жайында ғылыми тұрғыда негіздеп келе жатқан қара шаңырақ, міне биыл да соның әрі жалғасы есебінде былтыр 2 жылдан бері осы мынау күріш сортының бұрынғыларының ескіруіне байланысты, аурудың көбеюіне байланысты жаңа сорт ғалымдар ойлап шығарды. Неше жылғы еңбек, былтыр соны көбейттік. Биыл да осы күріш институтында осыны егіс алқаптарын көбейтіп жатырмыз. Міне мынау сол сыр сұлу деген мынау күріш, сыр сұлу деген. Бұл басқа күріштен өзгешелігі бар, салмағы ауыр, ерте піседі 110 күнде. Екіншіден, үшіншіден бұны суды аз қажет етеді. Осы қазіргі біздің Қызылорда облысына, біздің аймаққа ең тиімді күріштің бірі деп біздер санап, осыны көбейтіп, алдағы уақытта осы Қызылорда облысында осыны кең көлемде таратуға осыған жұмыс жасалып жатыр. Ол институттың ғалымдарының және де мына еңбекші қауымның үлкен еңбегі. Бұл аға, басында тұрмыз. Маржаннан кейінгі бренд болайын деп тұр ғой, бұйыртса. Құдай қаласа болсын, маржаннан кейінгі. Маржанда жаман болған жоқ. 50 жыл, 70 жыл осы бүкіл елді ақ күрішпен қамтамасыз етті. Міне соның әрі қарай, соны ойлап тапқан ғалымдар, соны міне өңдеді, соны міне осы күрішті ойлап тапты. Бұны да әлі жетілдіретін тұстары бар. Алдағы уақытта да ғылыми тұрғыда бұны әрі қарай жетілдіре береміз. Бірақ биылғы жылы осы күрішті, бұның ең бірінші қасиеті қазір біздің жергілікті жерге аңғайласқан, экологиялық таза, сондай күріш. Сондықтан міне осы күрішті біз биылғы жылы міне көбейтіп жатырмыз. Аға, осы күрішті қазір сіз айтып жатырсыз, көбейтіп жатырмыз, экологиялық таза деп. Енді осы экологиялық таза өнім, органикалық болу үшін сіз осы өсу барысында бір препараттар қолдандыңыз ба? Химиялық болсын, органикалық. Қазіргі ең бір күрделі жұмыстың бірі осы. Қазір әр жерде барлығы айтылып жатыр. Қай тамақты алсан да мына химиялық қоспасы бар, химия қосылған, олай да бұлай деген көп мәселелер айтылады. Сондықтан да бұл күрішті біз еккенде ол жағын біз қарастырдық. Мына Алматыдағы микробиологиялық институт бар, үлкен институт. Осы Қазақстанда үлкен еңбегі бар. Осындай биологиялық препараттарды ойлап тауып жатыр. Сол институтпен былтыр біз келісім шартқа отырғанбыз. Былтыр біз кішкентай солардың препараттарын алып эксперимент жасап көргенбіз. Онан жақсы нәтиже болды. Биыл біз соны әрі қарай жалғастырдық. Мынау күрішті көктемде еккен кезде фосфопацерин деген биологиялық препарат бар екен соларда. Біз былтыр шамалған алған, биыл жылы көптеу алып, соны мына күрішті егетін күрішке соны араластырып, соны ектік. Бұның фосфопацериннің негізгі мақсаты, қызметі мынау жердегі фосфорды өзі анау күрішкен өзіне тартып алады екен, фосфор топырақтағы. Біздер бұл күрішке азот пен фосфор керек, соның тамағы, күріштің тамағы. Онсыз жақсы өнім ала алмаймыз. Оны ғылыми түрде барлық егінші қауымда біледі, дәлелденген. Біз соны міне бізге фосфорды алу үшін оған препарат керек. Ол препарат қазіргі күні өте қымбат. Амапос деген препаратты пайдаландық. Былтыр биылғы жылы біз амапосты алған жоқпыз. Өйткені оның қымбаттылығынан біздің фосфопацеринмен екеуін біз экономикалық былай есептеп көрдік. Почти 45
40 миллион ақша үнемдедік. 40 миллион ақша үнемдедік. 500 гектар жерден 40 миллион ақша үнемдедік. Өте амапос деген өте қымбат. Ал мынаның біз килограммы, амапостың килограммы 340-350 теңге екен. Ал бір тоннасы 340 мың теңге екен мысалы амапостікі. Ал күріш дақылдан гектарына 150-200 килограммнан қолданылады екен. Бұл бізге өте ыңғайсыз болды. Бірінші жағынан, екінші жағынан амапосты алу деген өзі көктемде жоқ болып кетті. Өйткені ол Ресейден шығады, біз Қазақстанда шығады, бірақ соны алу біз екінші қауымға өте қол жеткізе алмадық. Оны қайта-қайта іздедік, қайта-қайта алдық. Сондықтан осының орнына жаңағы фосфоподсеринді пайдаланып ектік. Бұдан біз жақсы нәтиже алдық деп мен есептеймін. Ол ғалымдардың ұсынысы, микробиология институтының ғалымдарымен бірлесе отырып жасалған бұл ғылыми негіздеме. Осыны біз алдағы уақытта әрі қарай жалғастырамыз деген мақсат бар. Биылғы мынандай осындай жақсы өнімнің алуына осы фосфоподсериннің үлкен қызметі мен бар деп есептеймін. Өз басым. Рахмет аға. Яғни сіз осы өнімді алып отырғаннан кейін ғылыми зерттеу институтының басшысы ретінде, ғылыми негіздеме ретінде шаруашылықтарға ұсынасыз ғой? Біз енді оны мен биылғы 2025 жылы көктемде Шиелі ауданында облыстық семинар болған, бүкіл ғалымдар қатысқан, оны облыс әкімі басқарған. Мен сол жерде айтқанмын бүкіл егінші қауымға. Біз сондай міне былтырғы жылғы жасаған өзімізді ғылыми тәжірибемізді айтқанмын. Ол биылғы жылы міне осыны пайдаланып жатқанымызды айтқанмын. Амапостың өте қымбат екенін айтқанмын. Сульфат та қымбат, амапост та қымбат. Бірақ қымбаты қымбат, екінші жағынан ол химиялық препарат, химиялық. Мынау ол биологиялық препарат мысалы. Осының өзіне мысалы күрішке тамақ берген кезде, мысалы химиялық препаратты бергеннен, биологиялық препаратты бергеннен айырмашылық болады ғой мысалы. Қандай тамақ берсең, адамда солай ғой, қандай тамақ жесең, сен де мысалы соған байланысты бейімделесің ғой. Дәл сондай біз мына күріштерге мен айталам, біздің экологиялық тап-таза күріш деп мен мынаны айталам. Біз сол арқылы осыны өсірдік деп айтамын. Ол сол жерде мен айтқанмын, облыстық семинарда кейбір мамандар, кейбір ауыл шаруашылығы басшылары дұрыс түсінді, кейбіреулер дұрыс түсінбеген шығар, бірақ бір-екеуі пайдаланды. Биылғы жыл бізден осының нәтижесін сұрап жатыр. Біз әрі қарай бұны дамытамыз, бұны әрі қарай біз жалғастырамыз деген біз ойдамыз. Өйткені бізде үлкен нәтиже бар, Микробиологиялық институтымен біз жұмысымызды әрі қарай жалғастырып, осы жұмысты әрі қарай дамытамыз деген ойдамыз. Өте жақсы. Рахмет аға сұхбатыңызға. Құрметті оқырмандар, қазір бізбен бірге Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының бас агрономы Кариев Жәнібек мырза. Жәнібек мырза, қош келдіңіз. Енді Жәнібек мырза, сізге бір-екі мен сұхбатымда сұрақтарым бар. Қазір сіздердің негізгі бағыттарыңыз күріш. Мына біз қазір күріш алқабында тұрмыз. Осы күріш дақылын өсіру барысында сіз қандай химиялық, болмаса биологиялық, қандай препараттар қолдандыңыз? Біз осы күріш өсіру бағытында біз 2-3 жылдан бері микробиология институтымен жұмыс жасап жатырмыз. Биыл мысалға біз тұқымнан бастадық. Фосфоподсеринді тұқымға обработка жасап, арасып жерге бердік бастап. Оның негізділігі, оның жердегі фосфорды өзіне тартып, күріштің қатаюына жақсы әсер етеді. Яғни күріштің фосформен қоректенуін қамтамасыз етеді. Одан кейін күріш өсіру барысында біз неоподсеринмен обработка жасадық. Ол дегеніміз подкормка есебінде біз 2 қайтара осы обработка жасадық. Күріш себебі біздің су тапшылығына байланысты, биыл судың аздығына байланысты күрішіміз сарғайды, әлсіреді. Біз гербицидтен кейін де әлсірейді. Содан кейін біз неоподсерин бердік. Күріш 3 күннен кейін өзі көгеріп, күріштің жағдай дұрысталып, жақсы осы толық дәндері толық пісіп, қалпына келді дейсіз ғой. Қалпына келді, жақсы жағдайда тұр қазір күріш.
Необацеринді сіздер қолданған кезде немен бердіңіздер? Жапырақты үстеп қоректендіру ғой, дронмен ба? Иә, біз дрон арқылы обработка жасадық, иә. Сіздерде сонда кеше гербицидтен кейін стресс алды ғой күріштеріңіз. Және де су тапшылығынан сарғайды, иә? Сарғайды, иә. Сол кезде сіз подкормка бергеннен кейін арасы шамамен неше күнде ол қалпына келе бастады? Біз обработка бергеннен кейін арасында 3-5 күннің ішінде бірден өз-өзіне келіп көтеріле бастады, күріштеріңіз. Өте жақсы. Енді Жәнібек мырза, сіздер күріш ауыспалы егістігі, иә? Ауыспалы егістік болғаннан кейін ол ротацияны айналымды сақтау керек. Сіздерде осы күріштен бөлек айналымда негізгі дақыл жоңышқа. Жоңышқа, иә. Жоңышқаға сіз осы биологиялық препараттан қолдандыңыз ба? Қолдандық, ол да өте жақсы әсерін берді. Қандай препараттар қолдандыңыз? Фитовацеринмен обработка жасадық. Оның да өте жаңа маңыздылығы бар. Бұрын біз 3 орым ғана алатынбыз, қазір 4-ші орымға дейін алып жатырмыз. Даже үлгеріп жатсақ 5-ші орымға дейін шығып кетуіміз мүмкін. Өйткені біз обработка жасаған кезде фитовацеринмен 10 күннің ішінде уже келесі орымға келіп тұрады уже. Бойын өсіреді, тез жақсы әсерін беріп жатыр. Яғни сіз фитобацеринді комплексі, яғни кешенді ризовитпен қатар қолданып тұрсыз ғой? Ризовитпен қатар қолдандық, иә. Өте тамаша. Жәнібек мырза, енді сіз осы шаруашылықтың бас агрономы есебінде өзіңіздің әріптестеріңізге, яғни шаруа қожалықтарына, ірі компаниялардың агрономдарына маман ретінде қандай ұсыныс айтасыз? Немесе қандай өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліскен қандай бір ұсыныс дейміз, пікір дейміз, не айтасыз? Иә, менің енді біздің неден өткеннен кейін мен өте ұсынамын. Осы микробиология институтымен жұмыс жасап, фосфовацерин, фитобацеринмен күрішімізді, жоңышқамызды жақсы өнім алуға мүмкіндігі өте зор. Мен барлықтарына айтқым келеді, осы препаратпен пайдалансақ, жақсы өнім аламыз деп. Жәнібек мырзаға мен тағы да қоса кетейін. Біздің микробиологиялық институтымыздың ғалымдарының ой күшімен жасалған Қазақстанда өндірілген өнеркәсіптік микробиология компаниясының отандық өнімі барлық биологиялық препараттарымыздың органикалық сертификаты бар. Органикалық таза препарат, органикалық егіншілікке өтетін кез келді ағайын. Біздің отандық өнімдерді алыңыздар, қолданыңыздар, пайдасын көріңіздер. Өнімдеріңіз еселене берсін ағайын.